Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге оливия салатының рецептісін ұсынғым келеді. Бұл салатты барлығы білгенмен әркім әрқалай жасайды. Мысалы, маған ет қосып дайындалған түрі ұнайды. Сол рецепт бойынша сіздерге көрсеткім келіп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіз, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ендеше бізге қажетті заттар: тұздалған қияр, қайнатылған ет, картоп, сәбіз, жұмыртқа алдын ала барлығын қайнатып дайындап аламыз. Майонез, горох және де тұз қажет болады. Ендеше ең бірінші қайнатылған етімізді осылай алып, ұсақтап, кубик сияқты турап шығатын боламыз. Етіміз міндетті түрде қайнатып дайындап қоясыздар алдын ала. Бұл салатты негізі ет түрімен салып жасап көрсеңіздер, өте дәмді шығады, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Әрі ет пайдалы, әрі тойымды, колбасаға қарағанда әлде қайда әдемірек көрінеді. Міне барлығын осылай ұсақтап, кубик сияқты турап алдым. Ыдысымызға осылай салып шығамыз. Содан соң қайнатылған сәбізімізді де ұсақтап, кубик сияқты турап аламыз. Содан соң картошкамызды дәл осылай ұсақтап, кубик сияқты турап аласыздар. Оның артынша жұмыртқамызды турап аламыз. Кубик сияқты төртбұрышты етіп ұсақтап турап аласыздар осылай. Содан соң тұздалған қиярымызды да кубиктап турап шығатын боламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Енді салатқа горохымызды саламыз, одан соң майонезімізді салып, жақсылап қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз. Осындай қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдын ала барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Мені қолдаған жандарға, лайк басып, пікір қалдырып жүрген жандарға да үлкен рахмет. Мінекей достар, бізде оливия салаты дайын. Бұл салатты кейде мясной салат деп те атайды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.